Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы «Сенді ардақта бұл мейрамды жас ұрпақ» деп аталады. Жеңіс мейрамының маңыздылығын түсінесіңдер. Ұлы Отан соғысында еліміздің жарқын болашағын, жас ұрпақ өмірін, халықтың бақыты мен қуанышын сақтап қалған майдангерлердің ерліктеріне тағзым етуге үйренесіңдер. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайтынын білесіңдер. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиыл даңқсыз сұрауға шабуыл жасады. Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы басталды. Тарихта Ұлы Отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болатын. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай санлап батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қанмайдан көргенмін. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көргенмін. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тән аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Имандары жолдас болсын. Соғыс деген немене? Тек қана апат қырғын ба? Арман тілек ақыл ойды апаратын құрдымға. Соғыс деген аққан соры ақсүйектің құлдың да. Соғыс деген төккен ара қыздың және ұлдың да. Соғыс деген жаралмаған жалғыз ғана қан үшін. Соғыс деген сорайдаған содырлардың табысы. Соғыс деген сақаймайтын есуастар дәрісі. Соғыс деген сойқандардан қорғанғандар намысы. Соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы. Қолданады, долданады таусылғанда айласы. Соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Соғыс деген біреулердің шығыны да, біреулердің пайдасы.
бауыр жаным дейді халқым. Алып ұш ақын жүрек ердің даңқын. Келешек келе жатыр көремін деп, тік басып туған жерде жүрген қалпын. Әлия Мәншүк апамыз бауыр жандай атамыз, фашистерде отанды қорғап батыр атанды. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жасы үйірілген көздерге. Отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерде.